Ассалаумағалейкум құрметті достар, бізде 17 сұрақ, қонақта Нышан 96 тиктокер. Нышан, қош келдің, 17 сұраққа жауап беруге дайынсың ба? Қош көрдік, конечно, жауап берем. Болды, құрметті достар, бізде Нышан қиын сұрақтар да бар, оңай сұрақтар да бар. Бәріне тек шынайы жауап бересің деген ойдамыз, е ма? Иә. Все. Бізде бірінші сұрақ. TikTok, Instagram, YouTube үшеуін қайсысын таңдайсың? TikTok. Не үшін? Ояқты дақса, просмотрда нормально. YouTube'қа енді кеп тұнуын. Ол жақта просмотр күшті дейді, YouTube'қа енді келіп атым дейді. TikTok дедің, TikTok'тан айына қанша теңге табасың, жасырын болмаса? Айына ма? $2000. TikTok'тан айына $2000 табасың ба? Кейгісі болады, кейгісі болмайды. Базар жоқ. Екінші сұрақты қойдық, енді үшінші сұрақ. Болашақта бай болып кетіп атсаң, миллионер болып кетіп атсаң, шетелде тұру деген ойда бар ма, әлде Қазақстанда ма? Қазақстанда. Қазақстанда ма? Конечно. Нышан бізде Жетісайдан да? Жетісайдан. Мысалы, кейін танымал болып кетіп атсаң, мысалы Шымкент, Алматы шығармашылық дейді, сол қалалардың біреуіне барып тұру ойда бар ма? Жетісайдан кетіп. Иә, Сүңгітте тұрғынға, Сүңгітте. Шымкентте тұрғысы келеді екен. Енді төртінші сұрақ, егер саған $1 миллион берем десе, саған TikTok'ты полный өшіріп тастайсың, TikTok вообще түсірмейсің десе, бірақ $1 миллион береді. Теңгемен 500 миллион теңге. Не істейсің? Алмайм. TikTok до конца ма? $1 миллион алмайсың, е? Молодец. Енді бесінші сұрақ. Бізде бесінші сұрақ. Нышан, темекі шегесің ба? Иә. Темекі шегеді. Короче, болды, сразу алтын сұраққа кетейік. Сен үшін бұл өмірде ең қымбат жан? Анам. Енді жетінші сұрақ. iPhone или Samsung? iPhone. Не үшін iPhone? Камерасы да нормальный. Камерасы күшті, ә? Енді бізде 8-ші сұрақ. Мысалы, сен негізі қай жылғысың қазір? 96 жылғысың, я? Мысалы, мен 2000 жылғым ғой, маған адамдар айтты осындай. Мен мысалы өзім 2000 жылға ұқсатпаймын да, мен 98 берем. Сен өзіңе қанша жас бересің осы түріңе? Қай жылғы бересің? 2000. Сен өзіңе 2000 жыл бересің, осы түріңе, базар жоқ. Енді бізде 9-ші сұрақ. Ақша табу. Басты мақсатың болса сенің, ше? Мысалы, ақша табу басты мақсатың болса, қалай байитын едің? Не істейтін едің? Басты мақсатың сен ақша табу болса, қалай? Жұмыс істеп байисың ба? TikTok түсіріп байисың ба? Андай түсіріп байисың ба дейсің? Қандай мақсатың сенің баю болса? Мен қазір TikTok-дасың, енді YouTube-қа өтіп атым ма? Енді сол жолмен байым деп ойлаймын. Сол жолмен байым деп ойлайсың, ja? Енді 10-ші сұрақ бізде. Бұл өмірде ең бірінші не нәрсеге алғыс айтасың? Рахметін айтасың. Главный, бұл өмірде ең бірінші. Анама. Анаңа алғысыңды айтасың, ең бірінші, ja? Молодец. Енді 11-ші сұрақ, қатты қиындау сұрақ. Кеше, арғы күні, оның арғы күні не істегенін білесің ба? Съемкада болдым. Съемкада болдың, ja? 12-ші сұрақ. Сені, мына өмірде мысалы, мен мысалы болады ғой, мысалы баратасың, видео саласың TikTok'қа, просмотр жинамай қалады, ашуландырады ғой, мысалы, кішкене жынданасың ғой. Сені мына өмірде не зат ашуландырады? Адамдарыма қағаны арсынады. Мұнда мен қарасқы деп отырмын ғой. Мұнда мен бітеп қара көрсе, соң менің арсынамын. Жоқ, негізі олай ойлама, ол негізі оның өзін көтере алмайтын адамдарға өледі, оны Құдай тағала. Өйтіп не істеме, оған былай арын не істеудің керегі жоқ. Енді бізде 13-ші сұрақ келді, өте оңай сұрақ. Көктем, жаз, күз, қыс, қай мезгіл саған көбірек ұнайды? Жаз. Не үшін? Ақыт, жұмыс көп, қарадағына барасың, ақыста істіге сырамайсың. Онда неге бағана шетелде тұру дедік қой? Мысалы, басқа бір елдерде бар ғой, тек қана жаз. О жаққа барғың келмей ма? Жоқ, қазасында. Все, онда бізде қазір 3-4 сұрақ қалды.
Сен үшін мына бүкіл әлем бойынша ең атақты футболный клуб қайсы? Мен футболға қызықпаймын. Қызықпаймын. Ну, примерно айтшы, мысалы, қай команда білесің ғой, мысалы? Примерно айтпаймын. Мысалы, бүйтіп айтайын онда. Реал Мадрид, Барселона. Білмеймін, қызықпас. Қызық емес па? Маған мысалы Реал. Сіздерге ше достар. Так, 15-ші сұрақ. Мысалы, саған бүйтсе қара. Бір айдалада үй салып береді, короче, бір үй. Сол жақта 3 ай тұрасың да, 3 ай. Телефон ештеңе істемейсің. Бірақ саған күнде тамағыңды әкеп береді. Бірақ 3 ай тұруың керек. Ана жақтан ше. 3 ай тұрасың, телефон ештеңе шықмайсың, бірақ тамағың аш болмайды. Кәдімгі адамдар сен не істейді? Ешкімді көрмейсің 3 ай бойы. Бірақ сол кезде тұрам деп келіссең, саған $500,000 береді. Не істейсің? Олай керек жоқ. Керек жоқ па? Мен болсам 3 ай тұратын едім. Достар, сіздер айдалаға жаңағындай тұрасың, тамағың бәрін береді, $500,000 берем десе 3 айға тұрасыңдар ма? Комментарийға жазып кетіңдер. Так, бізде 16-шы сұрақ. Нышан, бізде машина қатты қызасың да? Не? Ендеше бізде бүкіл TikTokта, бүкіл жерде жаңағындай конкуренция болып жүрген Mercedes или BMW? Мерседес. Mercedes. Сендерші достар, мен де Mercedes, красавчик. Бізде енді 17-ші сұрақ қалды. Жастарға не айтасың қазіргі? Жастама. Бәрінде онда әке-шешесін әкесініңізді. Өмірге тапыңдар, соны сіздерге айтам. Красавчик. Главный өмірде талпыныстарың мықты болсын, әке-шешелеріңіз тыңдаңыздар дейді. Сіздермен болған Нышан 96, баршаңызға рахмет. Осы комментарий кім? Мықты не жазды комментарий, соған өзінің атынан 5 теңге беремін. Базар жоқ, құрметті достар, ең күшті комментарий жазған адамға Нышан өзімнің атынан 5.000 теңге берем дейді. Сіздермен болған Нышан, мен Микон Офишал. Арнамыздан алыстамаңыздар, амандықта жүздескенше. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.